Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Ирек, Айлин, бүгін біз сендермен бірге қызықты зерттеу жұмысын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті құрал-жабдықтармен таныса кетейік. Бірінші бізге су қажет, сұйық май, витамин С және де түстер керек болады. Ал маған мына түстерді атап жіберіңдерші, қандай түс бұл? Көк. Жарайсыңдар. Келесі түс? Қызыл. Жақсы. Бірінші зерттеу жұмысымыздың қалай жасалатын жолын көрсетемін. Одан кейін сендер жасайсыңдар, жарай ма? Сұйық майымызды алып, арнайы ыдысқа құямыз. Балалар, қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Сұйық майды ішпейміз. Келесі суымызды алып, құямыз. Түсті тамшылардың көмегімен ішіне суға араластыратын боламыз. Суымыздың түсі қандай болды, балалар? Көк. Осы судың ішіне енді біз сұйық майымызды құятын боламыз. Ал балалар, қараңдаршы, бізде су мен май бөлек тұр екен. Не үшін деп ойлайсыңдар? Араласпайды. Дұрыс айтасыңдар, себебі майдың салмағы судан жеңіл болғандықтан екеуі араласпайды. Олай болса қазір біз сиқыр көретін боламыз. Витамин С керек болады. Соны біздің суымызға саламыз. Су тамшылары жоғарға көтеріліп жатыр екен, Қандай түспен көтеріліп жатыр? Көк. Дұрыс айтасың, көк түспен араласып жатыр екен, Ал енді балалар, қараңдаршы, біздің суымыз бен майымыз бастапқы күйіне еніпті. Бұл жерде бізде не өзгерді? Түсі өзгерді. Дұрыс айтасың, Айлин, дұрыс айтасыңдар, балалар. Бізде түсі басқа түс болып өзгерген екен, Ал енді балалар, зерттеу жұмысын өздерің жасайтын боласыңдар. Мен сендерге көрсеттім, мұқият қараған боларсыңдар. Сен қалай түсті аласың? Көк түсті алып жатыр. Мен деген қызыл түсті аламын. Жарайды, балалар, олай болса түстерімізді есімді көмектесейін. Көк түсінекей құйып аламыз. Әлемге қызыл түс екеніне аламыз қолымыздағымен. Қараңдаршы, керемет, сиқырлы көпшіктер шығып жатыр екен, Беріп қарайыз. Сіздердің жасаған зерттеу жұмыстарында не өзгерді? Түсі өзгерді. Дұрыс айтасыңдар, түсі өзгерді, Балалар, сендерге бүгінгі зерттеу жұмысы ұнады ма? Ұнайды. Алда бізді әлі талай қызықты зерттеу жұмыстары күтіп тұр. Балалар, енді сендер ата-аналармен бірге үйде осындай зерттеу жұмыстарын жасасаңдар болады, Енді сау болыңдар. Сау бол.